Басталады сал. Сіздерде недегі эфир басталып кетті? Отырардағы. Мынау басталып тұр ғой. Бір, екі. Дауысы естіліп тұр ма сіздерге? Дауысын естіліп тұрған қайдан білем? Ассалаумағалейкум. Негізі мына жақта жақсы еді. Дауыс естіліп тұр ма сіздерге? Так. Ақыл. Естіліп тұр. Олай болса. Ассалаумағалейкум, қадірлі ағайын, достар, көпшілік. Мінекей біз кеше уәде беріп хабарлағанымыздай тікелей эфирімізді бастағымыз келіп жатыр. Бүгінгі тікелей эфиріміз көне дәуір әдеби жәдігерлеріне арналады. Яғни біз осы уақытқа дейін қазіргі 21 ғасырға дейін қаншама ата бабаларымыз біздерге хатқа жазып, тасқа басып, қаншама мұра қалдырды. Біз сол бабалардан қалған мұраны қаншалықты тани алдық, қаншалықты санамызға сіңіре алдық, оны қаншалықты зерттей алдық. Бүгінгі тікелей эфирде осы мәселелерді қозғағымыз келіп отыр. Және бір мәселе айта өтейін. Бүгінгі эфирімізді көне дәуір әдеби жәдігерлер болғандықтан Шымкенттегі Отырар қалалық кітапханасы мен Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті бірлесіп осы әңгімені қозғасақ деген ортақ пікірден, ортақ идеядан шыққан дүние болатын. Сонымен эфирімізді бастайық. Қазір 14-16 адам жиналған екен. Видеосы сақталады деп ойлаймын. Әрі қарайда естелік ретінде сақталады деп ойлаймын. Сонымен біз кешегі советтік жүйеден шыққанда, сол совет үкіметінің құрамында жүргенде қазаққа қатысты, жалпы түркі халықтарына қатысты қандай мәселе айтылып еді? Осы жазу мәдениетіне қатысты айтылғанда, қазақта жазба мәдениеті болмаған, жалпы надан, бұратана, ешқандай мәдениеті болмаған бір жабай халық секілді белгілі. Әлі күнге сол барбар деген маған кейбір көзқарастар бар. Енді қазіргі уақыттағы зерттеулер, қазіргі уақыттағы дүниелер біздің бабаларымыздың кезінде әлемдік деңгейде насихаттауға болатын, әлемдік деңгейде ерекше мән беріп ұстануға болатын керемет идеяларын кітап күйінде тасқа басып та жазып қалдырып кетті. Біз сонау көне түркі дәуіріндегі бірінші Күлтегін, Тоныкөк, Білге қағандарды айтуымызға болады. Олардан қалған қаншама бітік тастардағы біздің тарихымыз, сол кездегі мәдениетіміз, тіліміз кәдімгі тасқа басқан таңбадай сақталды. Енді ол жазбалар сол Күлтегін дәуірімен тоқтап қалған жоқ қой. Бері қарай жалғасты. Күлтегін дәуірінен кейін ұйғыр қағанаты құрылған кез бар. Одан бері қарайғыда Қараханит дәуірі бар.
мінекей осы кезеңдерде әсіресе көптеп бізде әдеби еңбектер жазылды. Менің Хүлия апайым Түркиядан қосылған екен. Саламатсыз ба? Раушан апайым қосылған екен Казгудан. Саламатсыздар ма? Біраз кісілер қосылып жатыр. Барлығыңызға ассалаумағалейкум. Сонымен бүгінгі эфирде құр сөз болмасын деп, сол Қараханит дәуіріндегі әдеби жәдігерлерге қатысты біршама қолымдағы кітаптарды алып келген едім. Сіздерге көрсете отырайын. Менің докторлық диссертация жазу барысында зерттеу объектім ретінде бекіткен, зерттеген кітабым негізі Жүсіп Баласағұнның «Құтадғу білік» деген кітабы. Енді сол кітапты және сол Жүсіп Баласағұнмен замандас Махмұд Қашғаридың «Диван-ы лұғат ат-түрк» деген керемет сөздігі бар. Онан бөлек сол дәуірде тағы да Ахмет Егенекейдің кітабы бар. Мінекей, онан бері Қорқыт ата кітабы бар. Қорқыт ата кітабының өзі 2 нұсқасы болатын болса, соңғы уақыттарда 3-ші нұсқасы табылды. Демек, бұндай кітаптар әлі де табылуы мүмкін. Сондықтан сол кітаптарды сіздерге шетінен көрсетіп өтсем, бірінші кезекте мына кітаптарды алайын. Мінекей, менің алдымда «Құтадғу білік» кітабының 3 нұсқасы бар. Көрсеңіздер болады. Бұл Түркияда қайта басылып шыққан кітап. Түркияда көрініп тұр ғой сіздерге. Енді бұл 3 кітап, біреуі Ферғана нұсқасы, бұл Ферғана қаласынан табылған. Екінші Каир нұсқасы, Каир қаласынан табылған. Одан кейін Вена нұсқасы, бұл Вена қаласынан табылған. Енді бұл кітаптардың табылуына қатысты қысқаша баяндап өтейін. 1825 жылы француз ғалымы Амеди Жауберт деген ғалым журнал Азиат күйе дейді, Азия журналы, сол журналға «Құтадғу білік» деген кітаптың табылғанын, бар екенін, оның ішінде не айтылған, не жазылған, сол туралы қысқаша ғана мақала жазады. 1825-те. Ойлаңыз, ол кезде біз бұны Герат нұсқасы деп айтамыз, Хүлия апайымыз айтып жатыр. Герат нұсқасы дейді, екінші аты. Герат дейтін себебі, бұл Герат қаласында жазылған алғаш хатқа түскен, яғни көшіріліп жазылған. Негізгі нұсқадан, түпнұсқадан көшіріліп жазылған. Бұл көне ұйғыр жазбасымен сіздерге жақындатып көрсетейін. Байқасаңыздар, бұл біздің төте жазуға, немесе араб графикасындағы жазуларымызға ұқсамайды. Бұл графиканың несі басқа. Бұл соғды жазуының негізінде қалыптасқан, сол соғды жазуын негізге ала отырып, бірақ ішінде кейбір әріптерді қоса отырып жасаған әліппе. Сол әліппемен осы жазба графикасымен Құтадғу біліктің бір нұсқасы жазылған. Бұл Герат қаласында жазылса, кейін керуен жолымен, саудагерлердің жолымен Вена қаласына жеткен. Вена қаласына жеткеннен кейін 1825 жылы Амеди Жауберт осы кітапты көріп, оқып, осыны әлемге жар салып жариялады. Ойлаңыз, біздің бабамыздың жазған кітабын ең бірінші Францияда француздар әлемге осының бар екенін жар салып айтқан болатын. Хүлия апайым айтып жатыр, 1439 деп, 1439 жылы жазылған. Енді бұл бір нұсқасы, яғни Жүсіп Баласағұн өзінің «Құтадғу білік» деген кітап жазған кезде, өз кітаптың басында да, кіріспесінде де айтылады. Бұл кітапты әлемнің түкпір-түкпірінен, әлемнің билеушілері, әсіресе мемлекет қызметкерлері алып оқыған. Сол
әр ел әртүрлі шын, машын деген сияқты, немесе парсылардың қалай ат қойғаны мағриб дейді, немесе түркілер құтадығы білік деп айтты дейді. Сол әр ел әртүрлі атау берген. Бұны әрқайсысы өзінше оқыған. Біреулер зиннәтүл умара, өмір зейнеті, патшаларға ақыл кеңес, падишаларға ақыл кеңес деген сияқты әртүрлі атаулар берген. Мінекей, бұл 1825 жыл табылған болса бірінші, одан кейін құтадығы білік зерттеулері басталып кетеді әрі қарай. Европа ғалымдары, әсіресе ориенталист ғалымдар бұл құтадығы біліктің көне ұйғыр жазбасындағы, көне ұйғыр графикасындағы нұсқасын транскрипциясын жасайды, аудармасын жасайды. Оны жасаған Радлов бар, сол секілді көптеген ғалымдар бұған ерекше көңіл бөледі. Енді сол уақыттарда Вамбериде аудармасын жасаған және транскрипциясын да жасаған. Сол уақыттарда құтадығы біліктің екінші нұсқасы табылды. Ол қайдан? Бұл Каир нұсқасы. Екінші табылған нұсқа Каир. Бұл Мысырда, Каирдан, кітапханадан табылады, корольдің кітапханасынан табылады. Бұл да әр жерде шашылып жатқан парақтар, сол парақтарды жинастырады. Қателеспесем, неміс ғалымы Морис табады. Ол тауып осы кітапты, мінекей бұл графикасын қарасаңыздар, араб графикасында жазылған. Араб графикасында, яғни Қараханит дәуіріндегі біздің қадым жазу дейміз ба, Қараханит жазбасы дейміз ба, қалай атасақ та жалпы сол Қараханит дәуіріндегі жазбамен араб графикасында жазылған. Бұл жерде жазбаны қарасаңыздар, өте мұқият, несі де бірінші Абдур Фрат. Біріншісі тапқан Фрат деген кісі. Екіншісі бұл жаңа айтып отырған Каир нұсқасы. Көшірмесі, Несих жазбасы, Абдур Фраттың жазбасы біріншісі. Екінші Каир нұсқасы. Бұның қол жазбасындағы жазба, почеркі дейміз ғой, жазбасы өте әдемі. Оқуға жеңіл қазіргі уақытта да. Үстінде харекелерімен қойылған, өте жеңіл оқуға. Үшінші, бұл кітап табылғаннан кейін бірінші ұйғыр графикасындағы, көне ұйғыр графикасындағы және осы екінші Каир нұсқасындағы екі графиканы салыстыра отырып, келесі транскрипциясы жасалады. Бұл уақыттарда Вамбери, Радлов секілді көптеген ғалымдар ерекше мән беріп осы кітапты зерттей бастайды. Енді осы уақыттарда 1900 жылдардың басында бұл кітаптың үшінші нұсқасы табылады. Бұл үшінші нұсқасы мінекей. Бұл Ферғана нұсқасы. Ташкент нұсқасы дейміз, кейде Ферғана нұсқасы дейміз. Қазіргі уақытта бұл Ташкентте, түпнұсқасы Ташкентте сақталған. Енді бұл нұсқаны бұл нұсқа туралы ең алғаш жазған башқұрттың арасынан шыққан керемет ғұлама Зәки Валиди Тоған деген кісі болған. Сол Зәки Валиди Тоған кейінгі өмірі Түркияда өтеді. Сол Зәки Валиди Тоған ең алғаш осы кітаптың бар екені туралы сол жақтан осындай кітап көргенін жазады. Бұның жазбасына қарасаңыздар да мінекей араб графикасында және жазу үлгісі де өте керемет. Кейде көне жазбаларды оқыған кездегі бір қиындық, әркімнің жазбасы әртүрлі болады да, оқу қиынға соғады. Ал бұл жерде сол кезде құсни хат дейміз, құсни хаттардың жазба мәдениеттің керемет дамыған кездері, мінекей сол уақыттарда керемет маржандай қылып әдемі жазған. Мінекей сол Құтадығы біліктің. Мен осы Құтадығы білік кітабын
зерттеумен айналыстым. Осы зерттеу барысында Әбдуахап Қара деген Түркияда ағамыз бар, тарихшы, профессор, доктор. Осы кітапты маған зерттеуді бекітіп. Дауыс естіліп жатыр ма? Дауыс естілмей жатыр дейді. Солай ма әлде? Дауыс естіліп тұрса, бір белгі беріп қойсаңыздар, мен өзім құр сайрай бермейін. Дауыс естіліп тұр ғой, Егер дауыс естілді деп бір белгі беріп қойсаңыздар, мен әрі қарай сөзім жалғастырайын. Естіліп тұр ма? Болды. Хүлия апай, көп рахмет. Сонау Түркияда, Анкараның төрінде отырып Хүлия апай даусымызды тыңдап отыр. Мен ол кісіге қатысты арнайы тоқталғым келіп жатыр. Осы құтады құбылікті зерттеп, маған зерттеу объектісі ретінде бекіткен кезде бірінші Әбдуахап Қара ағамызға қуанып жеткізген едім қуанышымды. Ағай, осы кітапты маған бекітіп беріп жатыр, осыны зерттейтін болып жатырмын деп едім. Ағай айтты: егер сен түпнұсқаны оқымайтын болсаң, ананың аудармасы, мынаның аудармасы деп әркімнің аудармасына сүйене беретін болсаң, болмаса орыс ғалымдар олай есіпті, бұлай есіпті дей беретін болсаң, сен бұл кітап туралы болашақ маған бір ауыз әңгіме айтпайсың. Шын зерттегіңіз келе ме? Онда осы кітапты түпнұсқасын қара, түпнұсқасынан оқы, әр сөзін өзің таны, біл, сосын барып құтады құбылік туралы әңгіме айт деген. Мінекей осы құтады құбылікті әрі қарай қалай айтам, қалай жеткізем деп оқи бастадым, түпнұсқасын оқуды үйрене бастадым. Сөйтіп жүрген кезде Түркияға ғылыми тағылымдамамен бардым. Барған кезімде менің алдымда кездескен керемет апайым Хүлия Касапоғлы Ченгел, профессор, доктор. Апайыма көп рахмет айтамын. Сол кісінің Қараханлы дәуірі жазба мұралары деген дәрісі бар тұғын. Сол дәріске 2 семестр бойы қатыстым. Сіз Түркиядасыз ба деп. Мен Шымкенттемін қазір. Сөйтіп 2 семестр бойы апайдың сабағына қатыстым. Сол сабақтың үстінде осы Ферғана нұсқасының алдын ала тапсырма береді. Ферғана нұсқасынан бір бәйітті оқы дейді. Сол тапсырма бойынша бір бәйітті оқимыз. Ол бәйіттегі әрбір сөздің түбірі, жалғауы, жұрнағы, мағынасы, жалпы бәйітте не айтылады барлығын талдатады. Соның бәрін болғаннан кейін бірінші ұйғыр, екінші қырғыз, үшінші қазақ, төртінші Әзербайжан, бесінші түрік. Осы 5 тілдегі аудармасын салыстырады. Кім қалай аударды, қайсысы түпнұсқаға жақын аударды, қайсысы түпнұсқадағы ойды бере алды. Осы 5 тілдегі аудармасымен салыстырады. Мінекей сол салыстырғаннан кейін барып біз келесі бәйітке өтеміз. Апайымызға көп рахмет, алғысымыз шексіз. Хүлия апайға осы құтады құбылікті толық тануыма ол кісінің көп септігі тиді. Әлі де апайымыздан үйренеріміз көп. Ол кісінің шәкірттері сондай, әрбір ғылыми жұмысына, әрбір ісіне ерекше мұқият қарайды. Мінекей сіздерге көрсеткенім құтады құбыліктің 3 нұсқасы. Енді құтады құбылік жазылған уақыт 1069. Ойлаңызшы, қазір құтады құбыліктің жазылғанына 950 жыл болды. Қазіргі уақытта біз мемлекетіміздің басшысы, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев тыңдайтын, халықпен санасатын, диалогқа келетін мемлекет болуымыз керек деген мәселені көтеріп жатыр. Ал сол диалогқа қалай келеміз, халық пен биліктің арасындағы ынтымақ қалай нығаяды, билік қандай уақытта тыңдайтын, диалогқа келетін мемлекет болады деген мәселенің барлығын осыдан 950 жыл бұрын Жүсіп Баласағұн жазып кеткен.
Жүсіп Баласан соның әрбір мәселесін бүге шүгесіне дейін қалдырмай тәптіштеп түсіндіріп кеткен. Енді сол Құтадығы бүлік жазылған уақыт 1069 жыл, қазір 950 жыл болып жатқан болса, сол Құтадығы бүлікпен бірге сол дәуірде жазылған келесі тағы бір кітап бар. Бұл да маған ерекше әсер еткен кітаптың бірі. Бұл Дивани Лұғат ат-Түрк. Бұл Махмұд Қашқаридің кітабы. Бұл 1074 жыл жазған. 1069 жылы Жүсіп Баласағұн кітап жазған болса, 1074 жылы Махмұд Қашқари сөздік жазып шығады. Енді осы жерде бір мәселеге тоқталып өтейін. Дивани Лұғат ат-Түрктің бір ғана нұсқасы бар. Бұл да кезінде Түркиядан табылды. Енді осы Дивани Лұғат ат-Түрк кітапты оқыған кезде, мінекей оны да жазбасын көрсеңіздер болады. Араб графикасында жазылған. Жазуы өте керемет, маржандай, кәдімгі жазу өте керемет. Енді осы жерден тағы бір нәрсені көрсеткім келіп тұр сіздерге. Ішінде қайда кетті? Бұның ішінде мен керісінше ашып жіберіппін ғой. Кешіріңіздер. Менің айтқым келгені, мінекей, кітаптың басында өзі Аллаға мадаға айтып, пайғамбарға салауат айтып, осы кітапты дұға етіп, Алладан жаздым дейді, кейінгі ұрпаққа үлгі болсын, мәлімет қалсын деп жазған айтады. Мінекей, осы кітаптың басында мына жерге бір ерекше назар аударсаңыздар, жаңа Құтадығы бүліктің екі графикада жазған айттым ғой, ұйғыр графикасында және араб графикасында. Мінекей, сол графиканың біреуі көне ұйғыр графикасы және араб графикасы, алфавитті берген әліппе. Сол жерде қалай таңбаланады, әр таңбаны салыстырып отырып берген. Көрдіңіз бе? Бұл жерде көне ұйғыр графикасында және араб графикасында қатар берген. Сол дәуірде, яғни біздің түркі халықтары екі түрлі графиканы қолданған, және одан бұрынғы біздің көк түрік жазбасы дейміз, Орхон Енесе жазбасы дейміз. Сол графикамыз бар, өзіміздің төл таңбамыз. Сол төл таңбамызды бір екінші көне ұйғыр графикасындағы алфавитіміз бар, үшінші араб графикасындағы. Сонда біз сол дәуірдің өзінде, біз қазақ осы түркі даласында 3 графика болған. Ойлаңызшы, бір емес 3 әліппе қатар қолданған. Қазіргі тілмен айтқанда төте жазу, кириллица, латын бізде үшеуі де бар ғой. Сол сияқты 3 жазуда сол кезде өзіміздің төл жазуымыз, екінші өзіміздің жаңағы ұйғыр графикасын, соғды жазу негізінде жасалған ұйғыр графикасы, үшінші араб графикасы негізінде жасалған үшінші әліппеміз. 3 әліппе жасалған. 3 әліппемен оқып жатыр деген сөз, ол аймақта сіз білім болмады, сауат болмады, надан болды деп айта аласыз ба? Демек, ол дәуірде өте үлкен деңгейде білім болды деп айтуға толық негіз бар. Енді қазіргідегідей жаппай білімді болмаған шығар, дегенмен білім бар деп айтуға толық негіз бар. Енді осы Дивани Лұғат ат-Түрк кітабы да осы жазылған сөздік, Қашқаридың жазғаны. Мен бұл сөздікті оқып отырып кейде ойланам. Сөздікті біз қай уақытта пайдалануымыз мүмкін? Сіз бір тіл үйренесіз. Тіл үйреніп жүрген кезіңізде сіз әрі қарай тілдік қорыңызды байыту үшін сөздік іздейсіз. Бұл қалыпты деңгейде, қалыпты жағдайда кез келген адам осылай болады. Енді қараңыз, бұл сөздік болатын болса, демек бұның алдында грамматикасы жазылған кітапта болуы мүмкін ғой. Мен осы нәрсеге басым қататын. Кейін Түркиядағы белгілі түрколог ғалым, профессор, доктор, Түркиядағы көптеген түрколог ғалымдардың ұстазы Ахмет Бейжан Ержеласун деген ағайымыз бар. Сол кісіден сұрап едім, ол кісі күлді. Сосын айтты, Жүсіп
Махмуд Қашқаридың болу керек. Алдында грамматика кітабы болған деді. Ол кітаптың аты Жауахирун наху фи лұғати түрк, яғни түрік тілінің жауһар грамматикасы деген кітап. Бірақ ол кітаптың атауы болғанмен, заты жоқ деді. Мінекей, демек бұл сөздік, ал грамматикасы алдында жасалды делік. Бұл енді кімге арналған сөздік? Бұл араб тілді халықтарға, араб тілді адамдарға сол кездегі көне түрікше түрік тілін үйрету үшін жазылған кітап. Енді ойлай беріңіз, сол уақытта бұл сондай деңгейде қажеттілік туып, солай жазылды деп айтуға болады. Екінші, бұл екі кітапты қатар айтып отқан себебім, қазіргі уақытта қазақ тілінде осы екі кітаптың да қазақша аудармасы жасалды. Екі кітаптың қазақша аудармасы бар. Қазақтың керемет бір ғалымы, түрколог ғалым Асқар Егеубаев осы Диуан лұғат ат-түркті және Құтадығы білікті толық қазақшаға аударып шықты. Диуан лұғат Құтадығы білікті сонымен қатар Әбжан Құрышанов та қазақшаға аударып шықты. Ол тек осы ферғана нұсқасын ғана аударып шықты, бір нұсқасын. Ал Асқар Егеубаев осы үш нұсқаны біріктірген, бір нұсқаны, ортақ нұсқаны, толық нұсқасын қазақшалап шықты. Әрине бәйіт күйінде, бәйіт дегеніміз екі жол өлең, екі жолдан келетін өлең. Мінекей, осы кітаптарды кешегі Совет үкіметінің кезінде 1986 жылы әлі де желтоқсан оқиғасы болмай тұрып, сол уақыттың өзінде Асқар Егеубаев осыны қазақшалап шықты. Ол кісінің жатқан жер жайлы болсын деп тілейміз. Әбжан Құрышанов ағамыздың да осындай керемет еңбегі үшін алғысымыз шексіз, онда жатқан жер жайлы болсын деп тілейміз. Екі кісі де дүние салған. Енді мына жерде оқырмандар сұрап жатыр екен, Хүлия апай туралы толық айтып өтесіз ба деп сұраған екен. Хүлия деген апайымыз жаңа айтып өттім, жеке өзін таныстырып. Өзі қазір Анкарада Анкара Хажы Байрам Вели деген университет бар. Сол университетте сабақ береді. Анкара қаласында тұрады. Сердар деген үйде ағайымыз бар, Көксу деген қарындасымыз бар. Апайымызға көп-көп рахмет. Келесі, осы Қараханит дәуір деген кезде біз Қашқари мен Баласағын үйді бір-бірінен бөліп жара алмаймыз, екеуін қатар айтамыз. Ол екеуі айтылған кезде міндетті түрде біз Ахмет Егөнекейді айтамыз. Ол Хибатул Қақайық деген еңбек жазған. Хибатул Қақайық. Осы жерде тағы бір нәрсе айта кетейінші. Құтадығы біліктің екі аудармасы айттым ғой, жаңа Асқар Егеубаев және Әбжан Құрышанов. Онан бөлек арасындағы белгілі бір бөлімдерін бізде Берікбай Сағындықұлы да аударған болатын. Ол көп жерде тараған жоқ, сол себепті көп адам біле бермеуі мүмкін. Жалпы аударғанын айтқым келіп жатыр. Және осы жерде де тағы бір нәрсе айта кетейін. Құтадығы біліктің қазір қазақша аудармасын, жаңаша аударма өзім жасап бітірдім. Енді қазір редакциялап, аз-кем жерлерін түзетіп деген сияқты сондай жұмыстармен айналысып жатырмын. Енді сол Құтадығы білікпен Диуан лұғат ат-түркті қатар айтқан кездегі үшінші біздің айтатын Хибатул Қақайық деген кітап. Бұл Ахмет Егөнекейдің жазған кітабы. Жаңа сіздерге айтқан көне ұйғыр жазбасы бар және араб графикасындағы жазу бар. Бізде екі түрлі графика болған дедім ғой. Мінекей, сол екі графиканың екеуі де Ахмет Егөнекейдің кітабында көрініс тапқан, екі графикада. Мына жерде қараңыздаршы, мінекей, бір жол ұйғыр графикасымен жазылған, астына соның араб графикасымен жазылған. Екі графикамен қатар беріп отырған. Бұл кітаптың негізінен 5 нұсқасы бар. 5 нұсқасы. Нұсқасы толық араб графикасымен болса, Стамбул Топкапы Сарай нұсқасы қателеспесем, осы араб графикасымен жазып шыққан толық. Ал қалған нұсқасы таза ұйғыр графикасымен жазылған, мінекей.
және аралас жазылған. Екі графикамен де жазылған. Мінекей бұны түрік ғалымдары Рашид Арат, Бес Маталай деген кісілер бұл кітаптарды түркшеге де аударып шыққан. Мінекей осы үш кітап Қараханит дәуірдеген кезде. Және Қараханит дәуірдеген кезде тағы бір кітап бар. Қазір бірақ ол кітап оның менің қолымда кітап күйінде жоқ, электрон нұсқасы бар. Ол Ахмед Яссауидің Дивани Хикмет деген кітабы. Ол да барлығы да жалпы бір дәуір, бір кезең. Енді бұдан кейін мен айтқым келгені әсіресе осы сыр еліне қатысты осы Қорқыт Ата кітабы жиі айтылады. Қорқыт қазақ жерінде жалпы түркі халықтарына ортақ тұлға Қорқыт деген. Мінекей сол Қорқыттың Қорқыт Ата кітабы деген кітабы бар. Не бар ма? Қалам бересіңіз. Осылай тұр. Мінекей мында бір жаққа да жауап беру керек болып жатыр. Енді қарайық. Қорқыт Ата деген жалпы түркі әлеміне ортақ тұлға. Бізде қазақ жерінде жалпы Қорқыт Атаға қатысты көбіне аңыз әңгімелер көбірек сақталған. Ал сол Қорқыт Атадан қалды деген кітап, екі кітап бар. Біреуі қазір Дрезден қаласында, екіншісі Ватикан қаласында сақталған. Мінекей сіздерге оны да көрсетейін. Қазір Ватикан қаласында сақталған, Дрезден қаласында сақталған екі нұсқасын көрсетемін. Мынау мінекей. Қарасаңыздар. Дрезден қаласында сақталған нұсқасы осылай басталады. Осы Қорқыт Атаға қатысты кейде әлеуметтік желіге жазып тұрам. Сол кезде көп адам таңғалып сұрап жатады. Қорқыт Ата ислам дәуірінде өмір сүрген бе? Ол кейін өмір сүрген бе? Деген сияқты. Мінекей Қорқыт Атадан қалды деген кітапта басы арабша танитындар болса, мінекей байқасаңыздар болады. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп басталады басы. Одан кейін барып Расул алейхиссалам дейді. Расул алейхиссалам заманында Баят бойындан Қорқыт Ата дейірлер бір ер қопты деп бастайды. Мінекей. Сол Қорқыт Атаның осы бірінші Дрезден нұсқасы, қазір ол Дрезден қаласында сақтаулы. Ол Дрезден қаласындағы Қорқыт Ата кітабында 12 жыр бар, басында кіріспесі, және соңында 12 жыр бар. Ал Ватикан қаласында сақталған нұсқасын көрсетейін. Бұл да қазір бұл да мінекей Ватикан қаласында сақталған нұсқа осылай. Бұл да араб графикасында. Бұл жерде 6 жыр бар. 12 әлгі Дрезден нұсқасында 12 жыр болатын болса, сол 12 жырдың 6-ауы осы Ватикан нұсқасында кездеседі. Бұл жырларды оқып отырсаңыз, әрине қазақтың, жалпы түркілердің көне дәуірден келе жатқан эпостары, өз әлемде эпос тудырушы, эпосты ұрпақтан ұрпаққа жалғастырушы көп емес, өзі аз ғана ұлтта осындай дәстүр болған. Мінекей сол дәстүрдің бірі осы түркілерде бар. Эпос біздің дәуірге дейін мінекей кітап болып жетіп отыр. Енді қараңыз, бұл Қорқыт Ата кітабында исламға дейінгі дәуірдегі, тіпті өте көне дәуірден бері қарайғы біздің бүкіл салтымыз, әдет ғұрпымыз, біздің сол өмір салтымызға қатысты толық мәліметтер кездеседі. Тіпті керек десеңіз, қазіргі біздің Алпамыс батырды айтамыз, Байбөрінің баласы Алпамыс. Бұл жерде Алп Бамыс дейді, Бамсы Бәйрек дейді.
бай бөрі бұл жерде де бар. Сол сияқты егінек дейміз. Біз жаңа егінек деген бек туралы айтады Қорқыт Ата кітабында. Ал Хибатул Хақайықты жазып отырған Ахмет Егінекей. Егінекей деген жерде туып өскен. Егінек деген жерде туып өскен. Сол себепті егінек деген қазіргі біздің тілмен айтқан кезде жүйнек деп айтуға болады. Яғни жүйнек деген, егінек деген батыр болса, мына жақта бек болатын болса, мына жақта Ахмет Егінекей, сол егінек деген жердің тумасы. Мінекей, енді осы Қорқыт Ата кітабын айтқаннан кейін жаңа үшінші нұсқасына қатысты айта өтейін. Қорқыт Ата кітабының көп болған жоқ, осы былтыр ғана екінші нұсқасы, үшінші нұсқасы табылды. Жаңа біреуі Дрезденде, екіншісі Ватиканда болса, үшіншісі Иранның Түрікмен Сахра деген жерінен табылды. Ол да араб графикасында жазылған. Мінекей, сіздерге бұны да көрсетейін. Мінекей, осы графикада жазылған керемет туынды бұл да. Бұл үшінші нұсқаның ерекшелігі алдындағы 12 жыр емес, одан бөлек 13-ші жыр, 13-ші эпос кездеседі. Демек, түркі даласы, жалпы орталық Азия, осы жерде қаншалықты әдебиеттің, мәдениеттің дамығанын көруге болады. Менің Сағынбай Жұмағұлов ағайым қосылған екен. Ассалаумағалейкум ағай. Евразия ұлттық университетінде профессор доктор Сағынбай Жұмағұлов деген ағайымыз бар. Ағайымыз алаштанушы. Ол кісіден де біз көп нәрсе үйрендік. Алла разы болсын ағайымызға. Мінекей, сіздерге айтқым келген негізгі кітаптар осылар. Енді біз осы кітаптарды қаншалықты оқи алдық, қаншалықты зерттей алдық, осы дүниелерді біз қаншалықты түсіне алдық. Менің кейде жүрегім ауыратыны осы көне жазбаларды біздің университеттердің көбісінде арнайы пән ретінде оқытпайды. Көп оқыта бермейді. Бұл графиканы, мысал үшін, магистратура, докторантура бітіріп жатқан қанша бала бар, әдебиетші, тілші, тарихшы деген сияқты. Бірақ осы көне жазбалармен айналысатын мамандар өте аз. Яссауи жайлы неге аз айттыңыз дейді. Яссауи қолымда кітап болмағаннан кейін кеңірек тоқталмадым. Яссауидің хикметтері ең көп тараған, бірінен біріне қағазға көшіріп, кітап күйінде де көшіріп, парақ күйінде де көшіріп көп тараған кітаптың бірі Яссауидің керемет зерттеген, Яссауи хикметтерін зерттеген Түркияда Фуат Көпірұлы деген ғалым болған. Фуат Көпірұлы деген ғалым болған. Сол кісі осы Ахмет Яссауидің Дивани хикмет еңбегін керемет зерттеген. Ол кісінің мен біраз мақалаларын оқыдым. Әрине, бізде бір қуанатыны елімізде Яссауиді зерттеу, сол таныту деген бағытта аз кем жұмыстар жасалып жүр. Әйтеуір жалпы халық Яссауидан хабардар. Толық болмаса да әйтеуір біледі. Ал Қорқыт Ата кітабы, Ахмет Егінекейдің кітабы, Құтадғу Біліп, Махмуд Қашғари секілді тұлғалардың еңбектері бізде аз насихатталып жүр. Әрине, Яссауи хикметтері өте көп деп айта алмаймын. Оны зерттейтін, түп нұсқасынан оқитын, әр сөзін, түбірін, жалғауын, жұрнағын талдап, әдеби тұрғыда, тарихи тұрғыда, тілдік тұрғыда жан-жақты қарастыратын ғалымдар өте қатты қажет. Бір 18 миллиондық халқы бар, осынша халық мемлекетте Яссауи танушы кем дегенде менің ойымша бір 15-20 болу керек. Түп нұсқасынан оқи алатын. Бізде түп нұсқасынан оқи алатын кім бар? Мысалы, Досай Кенжетай ағамыз айтуға болады. Осы Дивани хикметті түп нұсқасынан оқып, әр сөзіне талдай алатын. Сол сияқты бізде басқа қанша ғалым бар, Яссауи хикметтерін түп нұсқасынан оқи алатын. Бізді осы нәрсе ойландырады.
жыл сайын бізде магистранттар, докторанттар көптеп бітіріп жатыр. Бірақ осылардың түп нұсқасын оқуға бағытталған зерттеулер қаншалықты жасалып жатыр. Әрине біз өзіміздің ата бабамыз қалдырып кеткен мұраны өзіміз танымайынша, өзіміз білмейінше, өзіміз оқымайынша біздің рухани тұрғыда жаңғыруымыз екі талай. Неге? Себебі біз кешегі патшалық Ресейдің кезінде, кеңес үкіметінің кезінде әбден отарландық. Небір азапты, небір зұлматты күндерді бастан кешірдік. Сол кейінгі ұрпағымыз сол бұратана надан дегенге солай болып кетпесін деп кешегі алаш қайраткерлері бел шешіп кірісіп осыған жұмыс жасаған болса, олардың көбісін білесіздер, өмірінің соңын қалай аяқталған. Мінекей, енді біз бұны не үшін зерттеуіміз керек дейміз? Бірінші кезекте кешегі алаштың аманаты. Алаш осы ата баба мұрасын зерттеймін деп, соны халыққа таныстырамын деп, елдің көзін ашамын деп құрбан болған болса, біздің бүгінгі мақсатымыз сол алаштың аманатын жалғастыру, сол алаштың аманатын орындау, олардың жетпей кеткен арманына кейінгі ұрпақты жеткізу, өзіміз жету біздің алдымызда тұрған ең үлкен міндет деп есептеймін. Енді бұл кітаптарды таныстырып жатырмын. Негізгі айтқым келген мәселелер, енді ұзақ уақыт эфирде отыра алмаймын. Біздің де уақытымыз шектеулі. Қазір 4-те тағы бір эфиріміз бар дегендей өзім қатысуым керек. Енді осы қолжазбамен жұмыс жасайтын жастар көбейсе, мамандар көбейсе деген арман, тілек, қазіргі рухани жаңғыру дейміз. Сол уақыттарда біз көбіне осы бабалардың мұрасын өзімізге темірқазық етіп алып, осыларды бірінші кезекте зерттесек, танысақ, білсек. Бұл бір қызық дерек айта кетейінші осы жерден. Енді осы кітаптар жарайды, ескі кітап, ескі дәуір, біз орта ғасыр десе біз артта қалған, бір жаңадай мәдениеті жоқ, бір надандық дәуір сияқты сіңіп кеткен да санамызға. Керісінше орта ғасырда мәдениеттің көкесі болғанда, енді қатты айтып жүріп отқан шығармын, бірақ дегенмен айтайын. Енді мына Диван лұғат ат-түрк деген Қашқаридың кітабын оқып отырған кезімде ішінде үтік деген сөз кездесті маған. Үтік деген сөз кездесті. Мен таң қалдым. Бұл қай уақытта жазылды? 1074 жылы. 1074 жылы үтік деген сөз қайдан жүр? Бұл не мағына береді? Таң қалдым. Сөйтіп сол сөзді береді де Қашқари, соған қасына анықтама береді. Сол анықтамасын қарап отырсам, киімнің қыржымын жазу үшін отқа қыздырылып, киімге сол басылатын, матаға басылатын темірден жасалған бұйым дейді. Ойлаңызшы, 1074 жылы, 1074 мынандай графикамен жазылып жүрген орта ғасыр 1074 жылы түрік халықтарында үтік пайдаланған. Ол үтікті қалай пайдаланатынын жазып көрсеткен. Енді елестетіңіз. Атқа мінген көшпелі өмірде жүрген халық үтіктеп киім киіп жатыр. Мені осы нәрсе қаттан қалдырды. Ал интернетті ашып келіп қарап, үтік қай уақытта пайда болған, қазақ даласына қай уақытта келген десеңіз, сізге көп болса 1700, сол 18 ғасырлардың басын айтып береді. Ал мына жақта 1700 емес, 1074 жылы үтік туралы жазып тұр. Демек, сол дәуірдің өзінде мәдениеттің жоғары болғанын айтуға болады. Жарайды, қазіргідей бірнеше қабатты үйлер, қазіргідей цивилизация болмаған шығар, бірақ соның алғашқы белгілері, алғашқы бастаулары сол кезде болды, қолданды. Енді мен айтам деген негізгі нәрселеріме тоқталып өттім. Осы кітапта таныстырам деген бірінші кезекте қалай табылды, қашан, ішінде не айтылды, бұндағы жазбаларды көрсетсем дегенмін. Әрине құр сөз ретінде айта беруге болар еді, дегенмен бұл кітапты көрсеткім келді. Өйткені бұл кітаптарды елімізде мүлде көрмеген адамдар көп. Әсіресе студенттер, жастар университетке барып оқыған кезде дәл мынандай
кітапты университетте көрсетіп жатырмыз ба, оқытып жатырмыз ба? Университеттерімізде қолжазбаға арналған пәндер жоқтың қасы, сол себепті эфирден көрсетсем деген ойым. Оның үстіне қазір карантин уақытында ішіңіз пысып отырған кезде бір рухани азық бола ма деген ой. Не дейін, бұл кітаптардың көбісін мен, сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Бұл кітаптардың көбісін мен Түркиядан алып қайттым. Түркиядан қайтатын кезімде әр қайтқанымда жаңағы багажым салмағынан асып кетеді. Сол уақыттарда жан-жағымнан көмек сұраймын, әйтеуір мына кітап салмағы артық болып тұр екен, сіз ала жүріңізші деп, әйтеуір сөйтіп елге алып келдім. Бір келгенде тек қана 2 чемодан кітаппен ғана келген кездерім болды, басқа еш нәрсе жоқ. Солай өсіп жинаған кітаптарым, үйде де қанша кітаптарым бар, сол ішіндегі негізгілері деп алып келгендегім еді. Енді алдағы уақытта әлде де тікелей эфирлер болады. Осы кітаптарға қатысты немесе басқа да тақырыптарға арналған эфирлеріміз болады. Бір хабарландыру айта өтейін. Менің Хулия Касапоğlu деген апайым бар, бағанадан айтып жатырмын. Алдағы уақытта Инстаграм желісінде Хулия апайыммен тікелей эфир сұхбатымыз болады. Оны да жіберіп алмаңыздар. Бұйырса жақын күндері болады. Басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Егер сұрақтарыңыз болмаса, біздің де уақытымыз таяп қалған секілді. Жаққа ма? Осы кітапты Құтадығы білік. Осы Құтадығы білікті бұл электронды нұсқасы мен өзіме жасап дайындап қолданып жүргенім бар. Оны алдағы уақытта оған қатысты шаралар жасаймыз. Мінекей, осы кітаптың бірнешеуін арнайлап Раушан Авакова апайымыз айтып жатыр, үтіктейтін тамаша матадан тігілген киімдер де болған. Киім тігу, жалпы киім кию мәдениеті өте жоғары деңгейде болған көрсетеді бұл да. Дұрыс айтады апай. Раушан апайымыз осы тіл саласын, осы тіл жағынан зерттеп жүрген апайымыз. Анар апайымыз бар, Раушан апайымыздың жанында Казгуда сабақ береді, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде. Анар апайымыз да осы Диван лұғат ат-түркті тілдік тұрғыда зерттеп жүрген ғалымдарымыздың бірі. Бізге дейін бұл кітаптарды зерттеген қазақ ғалымдар жетерлік, жоқ деп айта алмаймын. Өте жақсы зерттеген, мықты ғалымдар бар. Дегенмен бұл кітаптар, бұл еңбектер әлі де зерттеуді қажет етеді. Әлі де жаңаша пайымдауды қажет етеді. Әрине, кейде бір сөзді оқисыз, кейін бір оқысаңыз ол басқаша әсер етуі мүмкін. Әр қарағанда әр қырынан тануыңыз мүмкін. Сол себепті бұл қай уақытта да зерттеуді қажет ететін тақырып. Азат Кәрім деген ағамыз, рахмет Азат аға. Хулия апаймен болатын сұхбатты алдын ала бұйырса афишасын жариялаймыз, сол кезде хабарлап айтамыз. Мінекей, біздің де сағына күткен, асыға жеткен эфирімізде соңына таяп қалыпты. Егер сұрақтарыңыз болмаса, мен осы бір 2-3 минутта аяқтағым келіп отыр. Менің мақсатым, бір осы жерде айта өтейін, менің мақсатым бұл кітаптар жинағандағы үйге жинап қойып, бір қазынаны басып отырған адам сияқты отыру емес. Осы кітап, осы саланы зерттеп жүрген кез келген адамның, әсіресе осы саланы зерттеп жүргендердің, жалпы қазақтың, кез келген қазақтың қолында осы кітаптар болса екен деп. Электронды нұсқасы бола ма, жалпы кітаптай бола ма, кез келген кітапханада тұрса екен деп ойлаймын. Сол үшін де арнайы бір кітап алып келген едім. Бір рет мен кітапханаларға тапсырам деп. Сосын бұл жаңа Құтадығы білікті аудармасын жасадым деп айтып жатырмын ғой.
бұл аударма онымен тоқтап қалуға тиіс емес. Араға уақыт салып бұл тағы да аударылу керек. Әркім әр қырынан, жаңаша қырынан қарау керек. Бір адам аударды, бір адам зерттеді, болды, онымен тоқтап қалу деген жоқ. Пенде болғаннан кейін қателесу мүмкін. Қателеспегеннің өзінде де кейбір нәрсеге мән бермеуі мүмкін. Байқамауы мүмкін кейбір сөздің астарындағы нәрсені. Оны келесіден байқау мүмкін. Немесе әркім әр қырынан зерттеп, әртүрлі мәселе шығару мүмкін. Сондықтан зерттеушілер көп болса, әсіресе түп нұсқасынан оқып зерттеушілер көп болса деп тілеймін. Солай деп тілеймін. Университеттердің барлығында осы құтадығы білек, жалпы орта ғасыр әдебиеті арнайы пән болып оқытылса, осы графикалар үйретілсе, шіркін-ай, кез келген маман осыны зерттейтін, осы еңбектер зерттейтін мамандар толыққанды сондай бір керемет еңбек жасаса, зерттесе деген тілек мендегі. Осы дәуірдің тілін үйрену барысында көп нәрсені байқадым. Түркі халықтарында біздің осы құтадығы білектегі мәселен кейбір сөздер бізде сақталса, кейбір сөздер түріктерде, кейбір сөздер басқа да түркі халықтарына сақталғанын байқаймыз. Сөз соңында соған тағы да бір айта өтейін. Өткенде бір татар зерттеушілермен сөйлесіп отыр едім. Сөйтсем, сұрадым, мен сіз қайда жүрсіз десем, біз татарша айтыңызшы дедім, қазір қайда жүрсіз десем, мен Кебітте жүрмін деді. Кебіт деген сөзді естідім, Кебіт деген не деп сұрадым. Сіз білмейді дегенсіз қой, деп ойланып тұрды да, магазин дейді орысшалап. Яғни дүкенді Кебіт дейді екен татарларда. Бұны естігенде мен қатты таңғалдым. Неге? Кебіт деген сөз осы құтадығы білікте кездеседі. Яғни дүкенді кебіт дейді көне түркішесінде. Ал дүкен ол арабтың сөзі, дуккан деген сөзден шыққан, жалпы дүкен арабтың сөзі. Ал көне түркішесі кебіт екен. Сол сөзді естіген кезде мен қатты таңғалған едім. Сонымен осы мысалдан кейін, осы сөзімнен кейін эфирімізді аяқтайын. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сонау Анадолудан қосылып отырған Күлия апайыма көп-көп рахмет. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінен қосылып жатқан, Евразия ұлттық университетінен қосылып жатқан ағайларыма, апайларыма, басқа да дос-жаран, барша жанашыр ағайынға көп-көп рахмет айтамын. Уақыттарыңызды алып жатсам айып етпеңіздер. Менің осы айтам деген дүниелерім қысқаша осы. Келесі эфирде кездескенше сау болыңыздар. Бұның видеосын сақтап қою үшін завершить дейін болды ғой. Аман болыңыздар, сау болыңыздар.